Математика. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Оқу мақсаты білімді тиянақтау, бекіту және қатемен жұмыс істеу. Оқулығының 36 бетіндегі жұмысты бастаймыз. Білу деңгейі. Шарты: 6 адамнан 3 ұлдар тобы, 9 қыз. Барлығы қанша бала? Шешуін есептеп, жауабын жаз. Түсіну деңгейі. Шарты: 6 адамнан 3 ұлдар тобы, 9 қыз. Нұсқағышқа қара. Кім неше есе артық екен сұрап тұр. Не істеуіміз керек? Есіңе түсір. Шешуін және жауабын жаз. Алты адамнан 3 ұлдар тобы, 9 қыз. Нұсқағышқа қара. Қанша есе кем? Не істеуіміз керек? Есіңе түсір. Шешуін, жауабын жаз. Қолдану деңгейі. Шарты: Санжарда 9 қарындаш, Ләззатта 3 есе артық. Барлығы балаларда қанша қарындаш бар деп сұрайды. Шешуін және жауабын жаз. Шарты: Санжарда 9 қарындаш бар. Бұл Ләззаттан 3 есе артық. Барлығы қанша қарындаш бар? Шешуі және жауабын жаз. Шарты: Санжарда 9 қарындаш. Бұл Ләззаттан 3 есе кем. Ләззаттың неше қарындашы артық? Шешуі және жауабын жаз. Талдау деңгейі. Үстелде 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше жатыр. Оларды әр қорапқа 6 текшеден бөліп сал. Енді осы айтылғанды өрнек түрінде жазып көрсетіп, мәнін тап. Түсіну үшін қайта-қайта оқы. Жинақтау деңгейі. Беріліп тұрған сұлба сызықтар мен санды мәліметтерді пайдалан, есеп құрастырып шығар. Мәліметтерді өзің ойдан қоясың. Мысалға, 8 алма, 3 есе артық. Осы санды мәліметтерді пайдалан, берілген сұлбаларға сал, есептеп шығар. Бағалау деңгейі. Соңғы деңгей. Себетте 15 алма және алмадан 5 есе кем алмұрт бар. Алмұрт алмаға қарағанда неше есе кем? Санды мәліметтердің астын сызып ал. Қанша сұрақ пайда болды? Шартын құр. Шешуі және жауабын жаз. Кілт сөзді ұмытып кетпе.